Африкада ең ұзын өзен және әлемдегі ең үлкен шөл дала, ежелгі көрікті орындар және планетадағы ең қызықты жануарлар бар. Африка таңғажайып континент. Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және Біліп Жыр арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздерге Африкадағы өмір, олардың тағамдары, жануарлар әлемі, өнеркәсібі, музыкасы және тағы да басқа қызықты деректері мен атақты африкалықтарды көрсететін боламыз. Видео басталмас бұрын лайк пен арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызға кеттік. Африкада әрқилы қарлы шыңдардан бастап аптап шөлге дейінгі аралықты алып жатқан ландшафттар бар. Солтүстік Африканың көп бөлігін шөл дала және саванна деп аталатын шөпті дала мен қалың тропиктік орман алып жатыр. Африкадағы ең биік тау Килиманджаро. Ол Танзанияда орналасқан. Оның биіктігі 5895 метр, ал оның төбесі мәңгі қар басып жатады. Ал Африкадағы ең үлкен көл Виктория көлі. Африканың ең үлкен көлі және көлемі бойынша әлемдегі екінші тұщы көл. Ауыл шаруашылығы. 60%-ға жуық африкалық жұмысшы фермерлер жерлерін өңдеп, өздерінің отбасыларын асырау үшін арпа, маниока, жүгері, сойға мен тәтті картоптар отырғызады. Көбісі ақша табу мақсатымен сату үшін тауар дақылдарын, мысалы кофе өсіреді. Ірірек фермалар негізінен тауарын дақылдары ретінде мақта, какао немесе каучук өсіреді. Жануарлар әлемі. Африканың аты тек өзіне тән. Алаша ат, керік, арыстан, тағы басқа ірі жануарлармен танымал. Сонымен қатар басқа да көптеген жануарлардың түрі кездеседі. Мысалы, Малави өзенінде тіршілік ететін 500-ден астам балық түрі. Оңтүстік Африкада пингвиндер колониясы бар. Егер де бұл жануарлар біздің елімізде болса, бізге өте қатты қауіп төнуі мүмкін. Егер де мен сөзіме келіссеңіздер, дәл қазір лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағамдары. Африкалықтардың ішетін тағамдарының негізгі ингредиенттері жергілікті фермаларда өсірілетін негізгі дақылдар: маис, маниока, ямс, күріш, бұршақ, сондай-ақ әртүрлі жаңадан келген көкөністер. Батыс Африканың көпшілікке белгілі тағамы күрішпен берілетін йоллоф тағам. Ол күріш, қызанақ, пияз, дәмдеуіш және чили бұрышы қосылып дайындалады. Дастарханға пісірілген ет немесе балықпен беріледі. Алайда бұл тағамдар біздің өзіміздің бешбармақ, бауырсақ, құрт, май ірімшігімізге жетпейтініне мен сенемін. Өнеркәсібі. Африкадағы өндірістің негізгі салалары алтын, алмас, мыс және мұнай өндірумен айналысады. Мұнайдың ең көп өндірілетін жерлері Нигерия мен Ливия. Музыка. Африкалық музыка көп жағдайда барабанда ойнау арқылы өзіне тартатын күрделі ритм болып саналады. Сондай-ақ африкалық музыканттар флейталарда, ксилофондарда және ішек аспаптарда ойнайды. Африка жайлы сіз білмейтін 5 таңғаларлық дерек. Жер шарындағы ең қатал жарыстың бірі Marathon des Sables, яғни Мароккода жыл сайын өткізілетін құммен жүгірушілер марафоны. Оған қатысушылар шөлейтте 6 күн бойы 254 км қашықтықты жүгіріп өтеді. Бәлкім осыдан болар. Жеңіл атлетика жарысында жүгіріш сайысында африкалықтар өте қатты тез жүгіретіні. Малярия. Африкадағы ең қанішер жәндік. Осы ауруды тасымалдайтын масалардың шамынан жылына көптеген адамдар өледі. Көптеген африкалық балалардың мектепке баруға мүмкіндіктері жоқ. Батыс Африкадағы Малиде, мысалы, әрбір 3 баланың біреуі ғана бастауыш мектепке бара алады. Сондықтан да достар, шүкіршілік етіп сабағымызды кілембеске оқиық. Ніл әлемдегі ең ұзын өзен. Оның ұзындығы 6695 км. Ол 10 африкалық ел арқылы солтүстік бағытта ағып өтеді. Әлемдегі жылдам жүгіретін жануарлар: қабылан, айырмүйізді бөкендер, гну бөкені, арыстан және томсон қара құйрығы. Олардың 4-еуі Африкада, айырмүйізді бөкендер солтүстік Америкада тіршілік етеді. Атақты африкалықтар. Нельсон Мандела 1918 жылы туылған, бұрынғы саяси тұтқын. 1994 жылы толық демократиялық жолмен сайланған оңтүстік африкалық бірінші президент.
Кофи Аннан 1938 жылы туылған, 1997-2007 жылдары арасында Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы болған, 2001 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты. Десмонд Туту 1931 жылы туылған, Оңтүстік Африкадағы Кейптаун қаласының бұрынғы архиепископы, апариттерге қарсы қозғалыстың белсенділерінің бірі. Хайле Гебреселаси 1973 жылы туылған, ұзақ қашықтықта жүгірген эфиопиялық желаяқ стайер, көптеген әлемдік рекордтар жасаған. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге Африкадағы өмірді қысқадан нұсқа айтып бердік. Егер де сіз Африкада тұрғыңыз келсе, комментарийға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Арнаға тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін жай ғана ол батырма, ал мен үшін ол үлкен шабыт білдіреді. Ал ендеше қош сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.